Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен кез келген тамақ түрімен жеуге болатын капустадан өте аппетитный салат жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен осындай бір капустамызды алып, және де осындай ірірек қылып, төрт бұрышты қылып турап аламыз. Турап алып болғаннан кейін осылай жаңағы орталарын ашып, барлығын бір ыдысымызға жинаймыз. Жинап болғаннан кейін де орталарында, осындай араларында осындай капусталарды бір-бірінен ажыратып аламыз. Одан кейін теркадан өткізілген сәбіз, қызыл бұрыш, одан кейін осындай огурцыларымызды салып, үстіне зелень мен петрушканы салып, одан кейін дәміне қарай тұз, дәміне қарай құмшекер, одан кейін қара бұрышымызды сеуіп, одан кейін менде осындай приправочтың жаңағыдай приправасынан бір қасық, және де чеснок, одан кейін үстіне қызып тұрған майымызды салып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Міне қыздар, бізде осындай аппетитный салат болып шықты. Біздің салатымыз дайын болды. Видеом ұнаса, қыздар маған лайк басып, комментария қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.